Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше дәмді ас жасайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі бір стакан күрішімізді жуып, табамызға салып аламыз. Үстіне суымызды құйып, отқа қойып, бір қайнатып аламыз күрішті. Начинкасына кірісеміз, ол үшін фаршымызды алып, 2 пиязды майдалап тураймыз. Фаршымыздың үстіне салып аламыз және қайнаған күрішімізді саламыз. Бір шай қасық тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Мен өзім зира қосқанды ұнатамын, зира қосамын. Және дәміне қарай бұрыш өз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мятаны қосуға болады, өте дәмді, жақсы дәм береді. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі етіп. Болгарскийларымызды жуып тазалап аламыз. Мендегі замороженный мұздатылған болгарскийлар, оларда жарай береді. Енді фаршымызды салып аламыз. Нықтап, әдемілеп жайғастырмасаңыздар, пісу кезінде шашылып кетуі мүмкін. Өте дәмді болып шығады, ерекше ас, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма да тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен әлі өте дәмді, ерекше астардың рецептісімен бөлісетін боламын. Сол үшін мені ұмытпау үшін тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді асымызға подлив жасаймыз. Ол үшін табамызды қыздырып, үстіне азғантай май құйып аламыз. Үстіне бір пиязымызды турап салып, қуырамыз. Пиязымызды қызғылт қылып қуырып алдық. Енді үстіне бір сәбізімізді үккіштен өткізіп, салып екеуін де қуырамыз. Үстіне енді бір көк және қызыл болгарскийларымызды турап салып аламыз. Мендегі жаңағы мұздатылған болгарскийлар, олар да жарай береді. Болгарскийларымыз қуырылып жатыр. Енді үстіне 2 қызанағымызды турап салып жібереміз.
Енді осымыздың үстіне бір картошкамызды турап саламыз. Бір ас қасық томатымызды саламыз. Енді дәміне қарай тұз сеуіп, үстіне суымызды құйып, жақсылап бір рет қайнатып аламыз. Бір рет осылай мұрқ еткізіп қайнатып аламыз да, отымыздың астын өшіріп, керекті өзімізге қажетті табамызға салып аламыз. Табамызға бір келкетіп жайғастырып шығамыз. Және жаңағы істеген фаршымызды біртіндеп жайғастырып қойып шығамыз. Мен жайғастырып алдық. Енді қағазымызды, пісіруге арналған қағазымызды сулап жіберіп жауып, үстінен фольгамен орап қоямыз. Асымыздың бетін жақсылап жауып алдық. Енді осыны алдын ала қызған пеште 200 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Енді бетінен фольгамызды, қағазымызды алып үстінен үккіштен өткен сырымызды сеуіп шығамыз. Сеуіп шығып, және 10 минутқа қызған пешімізге қойып аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Ерекше дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, және де отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.